мына уағызды боқтайтын жігіттерге жіберіп қойыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім біреудің әкесімен немесе шешесімен боқтайтын болса, ол біліп қойсын дейді, ол өзінің ата-анасын боқтап жатыр дейді, Алла сақтасын. Алла сақтасын. Сондықтан ауыздарыңызды жаман сөзден, ғайбат, өсек жаладан тыйыңыздар. Пайғамбарымыз не айтады? Кімде-кім Аллаға иман келтірсе, және оның қияметіне иман келтірсе, онда фәл якул хайран ау лиясмут. Онда ол жақсы сөз сөйлесін дейді, немесе үндемесін дейді. Сондықтан мына тілімізге ие болайық. Пайғамбарымыз және бір хадисінде былай дейді: мына тіл себепті, мына бір кесек қызыл тіл себепті бір адамдар бір сөздерді сөйлейді дейді, және сол себепті дозақтың ең төменгі қабатына түседі деген пайғамбарымыз, Алла сақтасын. Сондықтан 10 күнәнің 9-ы тілден деген екен. Тілімізге ие болайық. Екі жағымыздағы екі періште әрбір сөзімізді, ісімізді жазып отыр. Ертең қияметте соны өзіміз оқимыз, Алла сақтасын. Сондықтан барынша жақсы сөз сөйлейік. Алла Тағала боқтайтын адамдарды жақсы көрмейді.